Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аягөз. Бүгін сіздерге дәмді панкейктер жасап көрсетемін. Бізге қажет ингредиенттер: ең бірінші, таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оның үстіне қант, жұмыртқа және де ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді бір қасық қопсытқыш саламыз. Ұнымызды салып, осындай қамыр пайда болады бізде. Бананды бөліктерге бөліп аламыз. Қызып тұрған табада барлық панкейктерімізді пісіріп аламыз. Бірінші бір қасық үстіне қамыр салып, оның үстіне бананды салып, екінші рет тағы да үстіне қамыр құямыз. Сонда біздің бананымыз ортасында салмасы болып тұрады. Барлық панкейктерді дәл осылай етіп пісіріп аламыз. Достар, бізге қажетті рецепті видеоның описание бөлімінде толық граммдарын жазып кетемін. Қарап көрсеңіздер болады. Міне біздің барлық панкейктеріміз пісіп шықты. Енді кез келген өздеріңіз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен шоколадты ерітіп жағып шықтым. Баршаңызға ас болсын достар. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.